Сәлем қыздар, біз бүгін осындай әдемі жүрекше өрнегінің тоқылу жолын үйренетін боламыз. Алдағы уақытта сіздерге сандардың, әріптердің, түрлі фигуралардың тоқылу жолын үйретемін. Дәл осы жерде скриндап алсаңыз болады. 27-27 ілгектен тұратын жүрекше өрнегінің схемасы. Қоңыр түс пен сұр түсті таңдағандықтан мына екі сандар тізбегі қоңыр түсті жіптің ілгек саны. Ал ортадағы сандар бұлар жүрекше өрнегінің ілгектерінің саны. Яғни 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 дегеніміз бұл біздің сұр түсті жібіміздің ілгектерінің саны. Мынау біздің 19-шы ілгекке дейін үздіксіз тоқып келеміз, ал мына 19-шы қатарға келгенде біздің өрнегіміз кішкене өзгереді. Ортасына бір ілгекті қоңыр жіппен аламыз. Ал қыздар, олай болса бастайық. Қазір біз 27 ілгекті іліп алатын боламыз. Бірінші осылай ілгектің басын бекітіп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-шы кетті, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 және 27, 28-ші ілгекті іліп аламыз. Бұл ілгек ретінде келесі қатарға көтеру үшін, және де ілгектен кейін мынау екіншісінен бастап іліп аламыз. Енді осы қарқынмен ақырына дейін 27 ілгек іліп шығамыз. Міне соңына келдік. Соңында тағы бір ілгек іліп аламыз. Бұл ілгек бізге келесі қатарға өту үшін қажет. Бізге осы тоқу түрін тағы 4 қатар қайталап шығу керек. 5-ші қатардан бастап біздің өрнегіміз басталады. Міне 5-ші қатар. 5-ші қатарда мен 12 ілгек ілдім. Мына 13-ші ілгекті, міне 13-ші ілгекті соңына дейін ілмейсіздер. Осылай бір ілгек іліп алып, осы ілгегімізді сұр жіппен жалғастыратын боламыз. Бұл біздің өрнегіміздің бірінші қатары болып саналады. Яғни сұр жіпті іліп аламыз, артын тартып ұстауды ұмытпаңыздар. Артын тартып ұстаңыздар, екінші жағын, мынау екінші бұрышын сіздер жаңағы осылай тартып жіберіп, қазір тоқыған кезде астына қарай тығып жіберсеңіздер болады. Енді осы ілгегімізді соңына дейін тоқымаймыз. Міне жанынан іліп аламыз. Іліп алғаннан соң қоңыр жіппен жалғастырамыз. Ал сұр жіпті артында солай қалдырамыз. Әрі қарай тағы да 13 ілгек ілеміз де екінші қатарға өтеміз. Яғни сұр жіпті бір рет іліп алдық. Бұл біздің 14-ші ілгегіміз болып есептеледі. Ал 14-ші ілгектен кейін тағы 13 ілгек қоңыр жіппен іліп аламыз. Міне соңына жеттік. Келесі қатарға бұру үшін бос ілгек алып алдық. Енді өрнегіміздің екінші қатарын түсіретін боламыз. Бұл жолы 12 қоңыр жіптен ілгек іліп аламыз. Және де 12-ші ілгекті соңына дейін ілмейміз.
12 ілгекті біз сор жіппен жалғастыратын боламыз. Міне біздің 12 ілгегіміз 12 ілгекке сор жіппен жалғастырамыз. Міне өрнегіміз басталды, сор жіпті іліп алдық. Енді мынау қоңыр жіпті сор жіппен тігілген, тоқылған, яғни өрнектің астына жасырын етіп тоқып отырамыз. Қазір видеодан көрсеңіздер болады. Дәл осылай бірінші ілгекті іліп аласыздар. Бұл жерде сор жіптің саны 3 болу қажет. Ал қоңыр жіпті сор жіптің астына қарай жасырын түрде тоқып жіберіп отырыңыздар. Сонда өрнегіміз әдемі шығады. Мынау біздің өрнегіміздің теріс жағы, яғни қазір тоқыған кезде сор жібімізді теріс жағында қалдыруымыз қажет. Өрнек біткен соң теріс жағында қалдырыңыздар. Міндетті түрде өрнек біткенде, өрнек басталғанда соңына дейін тоқымайсыздар. Келесі түсті жіппен жалғастырып отырасыздар. Міне мен сор жібімді қазір теріс жағына жіберемін. Қоңыр жібімен жалғастыратын боламын. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір қатар тоқып көрсетемін. Міне 19 қатардан бастап біздің өрнегіміздің ортасында қоңыр жіпті ілгектер басталады. Міне дайын болған жүрекше өрнегі, яғни дәл осы сызбамен жалғастырасыздар. Біздің жүрекше өрнегіміз сор жіп біткеннен соң тағы да 4 қатарды қоңыр жіппен тоқитын боласыздар. Қоңыр жіппен тоқығанда дәл осындай әдемі жүрекше өрнегінің блогы шығады. Қыздар, жалпы тоқылу жолы осындай. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Дана. Видео ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.